Барлықтарыңызға саламатсыздар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге бұл мен Елнар Казах. Видеоға қош келдіңдер. Бұл бізде КРМП проект жасау екінші часть. Білесіздер, Telegram каналдан көрген шығарсыздар. Мен қалған видео сабақтарды курс қап сатып жатырмын. Яғни қазір осы аптаның соңына дейін, яғни жексенбіге дейін скидка 700 теңге, ары қарай уже 3000-2500 сондай теңге болады. Қазір үлгеріп алып қалыңыздар и ары қарай проект жасап кетесіздер. Сонымен бүгінгі видеода екінші часть мен сендерге лаунчерді полный қалай жасау екенін көрсететін боламын. Ал қалған скин қосу, машина қосу және тағы басқа көп заттар бар. Оларды курста үйретемін. Соны сатып алсаңыздар болады. Айтпақшы, курста бізде бір карта беріледі. Сол картада бізде флаг, Қазақстан флагы қосылған, Ресейдің флагы вообще жоқ. Сол флаг Қазақстан флагы қосылған қазақша кэшті беремін. Барлығы абсолютно қазақша. Соны беретін болыңызға. Және де мен алдыңғы видеода айтқандай универсальный лаунчер туралы загрузкасын жасауды түсірген болатын алдыңғы видеода. Сол видеода айтқандай сол лаунчерді сатамын 2000-ға. Ол курсқа бонусқа кіреді. Егер курс алмаймын дегенде ол лаунчерді бөлек сатып алсаңдар болады 2000-ға. Ал курспен аламын десеңіздер, ішіне осы лаунчерді қосып беремін, және де плюс мод және карта, казахский карта. Осыларды беремін. Ал екінші частьтің туторына кеттік. Біріншіден мен Телеграмға жібергенмін осы лаунчерді. Осы сияқтан астында көп сообщение кетіп жатса, таппай қалсаңыздар, мына жазасыздар 02.02.2024. Осыны поискқа басамыз и мына үстіге деген стрелка бар, соны басып жібереміз. Осы сияқты шығады. Датасы осыны тауып аламыз и осыны скачать етіп екеуін, осы екеуін и ары қарай істейміз. Яғни бізге бүгін керегі мына жақтан 21.12.2023 деп іздейміз. И мына жақта APK editor деген бар, осыны скачать етеміз. Осы керек болады бізге бүгін. И мод керек болса, мод өздеріңіз көресіздер. И бізге 02.02.2024. Бізге сол APK editor және осы лаунчер болады. Осы екеуін скачать етеміз. Осылар ғана бүгінгі видеода керегі. Все. Енді біз файл менеджерға барайық. Бағанағы сервер жасын, мынау. Осыны скачать еттіңіздер. И мына жаққа осыны скачать етіп, осылай бөлек бір файл ашып аласыздар. И осыны ішін ашасыздар, service.json. И потом мына жақта осы жақта бәрі тұрады. Бізге мына жақта color деген жерге біз сервердің түсі, яғни светі қандай болу керек. Доп name дегеніміз бізде x2 ма, x2 емес па, соны істеу. x2 болмаса мына жерде бұлай удалить ете саламыз. x2 болса x2 ете саламыз. Max online деген максимальный онлайн, name деген сервердің аты. Мысалы Алматы дей салайық. Онлайн деген қазіргі онлайн көрсететін 0 деп қоя салайық. И IP және де порт. Бұған білесіздер не жазу керек екен? IP-ді жазу керек. Мысалы қазір бір IP бар. Мысалы осы IP-ді қоямыз. И IP-ді арт жағындағы 3394 деген 4 санды удалить етеміз қос нүктемен бірге. И потом
3394. Вот осылай істейміз и сохранить етеміз. И ары қарай мынаны басып тұрамыз да еще дегенді басып поделиться дегенді басамыз. И мына жақта добавить Dropbox в Dropbox деп тұрады. Осыны басамыз. И мына жақта загрузить сюда деп тұрады. Вот. Енді Dropbox-та ашамыз. Вот осы жақта сервер жасау деген қосылады. Осыны ішін асамыз. Ішінде бәрі нормально ма екенін тексереміз. И бәрі нормально. Енді мына жақта астында тұрады. Вот. Или мына жақтан вот 3 точка тұрады жанында сервер жасау. И осы жерден поделиться дегенді басамыз. Астыға түсеміз и копировать ссылку дегенді басамыз. Вот. Все. Ал енді кезекте біздер APK эдиторға кіреміз. Бағанағы көрсеткен. Осыған кіреміз и выберите установление APK дейміз. И осы жақтан біздің лаунчеріміз табамыз. Мысалы бізде Black Қазақстан деп тұр. Осыны ашамыз. Вот. Үстін басқан кезде бізде осындай выборды шығады. Замена файлов деген ол бізде фотоларын ауыстыр, логотип, лаунчердің фотосы, загрузочный экран сондайларды ауыстыруға болады бұл жерден замена файлов деген. Ал мына жақта карандашның суреті тұрған полное редактирование деген ол бізде ішіндегі қалай айтсам болады. Мысалы ішіне ол жақта сервер жасауының ссылкасын қояды. Және де тағы басқа. Ал мына жақта общее редактирование деп тұр. Ол бізде лаунчердің атын өзгертетін. Вот, как көрсетейін. Вот, мына жақта атын өзгертеді. Мысалы, Black United салайық. Вот. И мына жақта қалғандарына тиіспейміз. Қалғандарына тиіссек лаунчер істемей қалады. Өздеріңіз көресіздер оны. Сохранить басамыз. И ары қарай установить дегенді шығады. Вот мына жақта осындай галочка шығады. Установить деп шығады. Егер де мына жақта мынандай установить, закрыть, удалить деген тұрса, онда дұрыс нормально бәрі істелді. Ал егер де установить және закрыть деген шығып тұрса, онда қате істеліп қалды. Лаунчер жарамай қалады деген сөз. И установить етеміз. И мына жақта разрешение береміз. И переустановить етеміз. Все болды, ары қарай істейсіздер. Ал енді екінші неге келдік. Так, екінші бұл бізде замена файлов. Осыған кіреміз. И мына жақта мыналарға тиіспейміз. И мына жақта изображение деп тұрады төбесінде. Осыны басамыз. И осы жақтан өздеріңіздің қалаған фотоларыңызды ауыстырасыздар. Логотип, PNG-ларды. Вот, мысалы, мына жақта лаунчердің авасы, фотосы, логотипі IC launcher.png деп тұр. Вот, осыны тауып алсаңыздар. И мына жақта вот, мына жерде жанында тұрады заменаның фотосы, эмблемасы. Вот, осыны басамыз. И мына жақта сіздер өздеріңіз любой бір папка ашасыздар основной памяттан. И сояққа өздеріңіздің ава фото логотиптеріңіз қоясыздар. И сол папканы ашасыздар. Мысалы мен вот мынаны ашам, архив грант деген. Мына жақта бізде мынандай фото тұрады. Осындай 4x4 ба или қалай. Сондай размерін, форматын өздеріңіз істей аласыздар. Логотипке келетіндей осылай қоясыздар. Вот бізде лаунчердің авасы ауысады осыдан кейін. И қалғандарын дальше істей бересіздер. Сохранить басаңыз.
вот установить басамыз и дальше ары қарай все болды. Так, енді бізге үшінші кнопка қалды. Вот полное редактирование дегенді басамыз. И мына жақта все файлы дегенді ғана таңдаймыз. И мына жақта файлы деп тұрады астында. И обязательно мына жақта сборка деген тұр ғой. Осының астында смайли деп тұр. Осыны обязательно басамыз. Мені шықпай қалды. Қайтадан кірем. Смайли деген обязательно басамыз, а то бізде ауыспай қалады, заменить етілмей қалады. Вот, осыны басамыз и кішкене күтеміз. И все болды. Потом ары қарай біздер поиск тұрады астында. Вот, осы жерде поискқа не деп жазамыз? Server.json деп жазамыз. Server.json. Мына жақта шықпаса .json дейміз. Қоры.json. Вот, .json. Мына жақта осындай 5 зат шығады. Мына жақтан бәрін ашып көресіздер. И мына жақта осындай ссылканың interface.smiley деп тұр. Вот екіншісі, қалғандарын жоқ sayın. Вот осы екіншісі. Осы шығады, осының ішін ашамыз. И мына жақта вот. Мен сіздерге JSON тағы да жіберемін. Вот мына жақта донаты JSON, донаттағы заттар ауыстырсаңыз болады. И мына жақта music JSON, команда music деген музыканың командасын жазған кезде өздеріңіздің музыкаларыңыз шығып тұрады қойған. Ал мына жақта stories JSON. Бұл бізде қатты керек емес, ол Starry Launcherге керек, ол stories JSON деген история. Ол шығып тұратын Starry Launcherде бар. Ал мына новый launcher бұда жоқ, новыйда жоқ. Ал мына жақта вот соңында осындай ссылка тұрады. server.json деген. Осыны бүйтіп басамыз. Вот бәрін таңдаймыз, ссылканың полный. И мына жақта копировать еткен бағанағы server.jsonның ссылкасын қоямыз. Заменить етеміз. И мына жақта соңында 0 деп тұр, көріп тұрсыздар. Вот міне 0 деп тұр. Осыны удалить етеміз и орнына 1 дегенді қоямыз. И сохранить басамыз. И все. Енді сборка дегенді басамыз. И осы до конца біткенше күтеміз. Установить деген шыққан кезде вот ары қарай істей бересіздер. Так, біткен соң установить етіп аласыздар. Және де алдыңғы видеода айтқандай API JSON. Алдыңғы видеоны қарасаңыздар, универсальный лаунчерде API JSON бар. Сол лаунчердегі API JSONды қалай қояды? API JSON ссылкасын қалай қояды? Так, осы жаққа кіресіздер. И мына жақта API JSON шығады, өзі сервер JSON ссылкасын қойғандай, сол сияқты қоя бересіздер. И ары қарай установить етесіздер, болды. И ары қарай бізде осы лаунчердің загрузкасын қалай жасамыз? Автоустановкасын. Бұл лаунчердің автоустановкасы универсальный лаунчерге ұқсамайды. Бұл лаунчерде басқаша болды. Универсальный лаунчерде бізде мысалы API JSON мен кэштің ссылкасын қоятын болса, ал мынада осы лаунчердің өзіне қояды. Вот, ол үшін полное редактирование и все файлы. И осы жақта кіресіздер, осындай шығады, смайли басасыздар бағанағыдай. И мына жақта смайли деп тұрады тағы да. Осыны ішін ашамыз. И мына жақта жаймен жылсамыз. И мына жақта com деп тұрады. Қатты асыға өткетпейміз, com деп тұрады. Осыны басамыз. И мына жақта походу басқаша екен. Мына ач жоқ емес. Смайли, ком, потом
мына жерде Edgar Studios деп тұр ғой осы. Вот осыны ашамыз. И мына жақта launcher деп тұрады. Launcherге кірген соң activity деп тұрады. И мына жақта вот loader activity деген ашамыз. Мына жақта доллардың суреті бар, осындайларды ашпаймыз. Только тап-таза чистый loader activity .smiley деген ашамыз. Вот. Осыны ашамыз. И мына жақта жаймен жылжытамыз, аты көрінбей қалады. Жаймен жылжыта береміз. Жаймен жылжытамыз. Өтіп кетсек болмайды. Вот, осы жерде бір-ақ ссылка қоятын жер бар. Осы жер. Вот ссылка тұр, осы жалғыз ссылка тұрады осы жерде. Осыны басасыздар и өздеріңіздің, мысалы Яндекске салсаңыздар, Яндекс келмейді по идее, Dropboxқа салсаңыздар ең жақсысы болады, или веб-хосттан сатып алсаңыздар да болады. Вот осы жақтан Dropbox'тан кэштің ссылкасын алдыңыздар и бағанағы сервер жасанып қойған сияқты осы жаққа қоя саламыз и 0-ды 1-ге ауыстырамыз и все, кэш дайын, сохранить етеміз и сборка. Все болды, готово. Ары қарай істей бересіздер. Вот осымен бітті екінші часть. Ары қарай курсты сатып алсаңыздар болады. Жексенбіге дейін 700 теңгеге алып қалыңыздар. Ары қарай қымбаттайды. Курстың сабақтары тоқтамайды, шексіз жалғаса береді, үйретіле береді. Білмейтін сұрақтарыңызды Discord'та көрсетіледі. Вот бонусқа видеоның басында айттым, не берілетін. Вот солар. Ал ендеше давайте.